Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәрумендерге өте бай, үй жағдайында тез дайындалатын салат дайындаймыз. Бізге қажетті заттар қызылша, сәбіз, чеснок, укроп, тоз бұрыш және зәйтүн майын қолданамыз. Алдын ала тазаланған сәбізімізді үккіштің үлкен бөлігінен өткізіп аламыз. Достар, менің қазақша каналымды қолдап, лүпіл басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта үй жағдайында тез дайындалатын қолжетімді рецепттер шығып отырады. Қызылшамызды да үккіштің үлкен бөлігінен өткізіп аламыз. Бұл салаттың ерекшелігі қызылшаны алдын ала пісірмейміз, шикі күйінде қолданамыз. Осы салатты іші жиі қатып ауыратын жандарға күнделікті тамақ режиміне қосатын болса, іштің жүруіне көмектеседі. Өте пайдалы дәрумендерге толы салат болып есептеледі. Сәбіз бен қызылшамызды үккіштен өткізіп болғаннан кейін бір ыдысқа салып қоямыз. Чеснок пен укропты видеода көрсетілгендей ұсақтап, майдалап, турап шығамыз. Сәбіз бен қызылшаның үстінен алдын ала туралған укроп пен чесногымызды саламыз. Дәміне қарай тұз бұрыш себеміз. Зәйтүн майын құямыз. Сізде үйде зәйтүн майын болмаса, күнбағыс майын қолдансаңыз болады. Шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Біздің дәрумендерге толы салатымыз дайын болды. Ағзамызға пайдалы салатымыз дайын болды. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Видео ұнаса лүпіл басып, маған тіркелуді ұмытпаңыздар.